Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сырдың сұлу өзені. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Сан есімдерді жазба жұмыстарында орынды қолдану. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Әлдилеу, убаюкивать, жырлау, слагать стихи, петь стихами. Ел анасы, мать народа, құшақ, обхват, жасару, молодеть. Ақшаш түспеу – это не стареть или же не сидеть. Қол жетпеу в недосягаемости. Қайрат – сила. Тең болу – быть равным. Сонымен бірінші тапсырма. Қазақстанның өзен көлдері туралы қосымша ақпаратты тауып, кестені толтыр. В этом задании найдите дополнительную информацию о реках и озерах Казахстана. Заполните таблицу. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Мұнда Балқаш көл мен Сырдария көлі туралы мәліметтер. Екінші тапсырмада мына суретке мұқият қарайық, Суреттегі адамдар туралы не білесіңдер? Айтып беріңдер. Посмотрите внимательно на эти портреты. Кто изображен и что вы знаете о них? Бұл Александр Сергеевич Пушкин, Ресей ақыны, классикалық орыс әдебиетінің негізін салушы. Пушкин сан алуан жанрлық түрлерді еркін меңгерді. Әрқилы лирика, өлең, поэма, әңгіме, повесть, тарихи роман, өлеңмен жазылған роман, ұсақта кесекті драмалық шығарма. Міне, осылардың қайсын қолға алса да, ол үлкен көркемдік шеберлік танытты. Да, правильно, это Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт, основоположник классической русской литературы. Пушкин свободно осваивал различные жанры, различные лирические стихотворения, поэма, повесть, рассказ, исторический роман, роман, написанный в стихах, и малое и большое драматическое произведение. Здесь, за какой бы он ни взялся, он проявлял большое художественное мастерство. Екінші портреті Генри Гейне, 19 ғасырдың көрнекті қайраткері. Ол өз заманының публицисі және лирик ақыны. Өлеңдер кітабында халық әндерінің әуендік ырғақтық ерекшелігін дәл танып, оны жаңашылдықпен дамыта білді. Ол өмірінің соңына дейін әділетсіздікпен күресіп өтті. Оның туындылары шынайы оқиғаларға толы болды. На втором портрете у нас Генри Гейне, выдающаяся личность 19 века. Он публицист своего времени, то есть он лирический поэт. В книге стихов он точно осознал особенности и разработал его новаторски. В конце своей жизни он боролся с несправедливостью. Его творения основаны на реальных событиях. Оқылым, жазылым үшінші тапсырмада мәтінді оқы, сан есімдерді тауып сөзбен жаз. Здесь прочтите этот текст, найдите имена числительные и запишите словами. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада Әбділда Тәжібаевтың Сырдария өлеңін тыңдап, мәнерлеп оқып, түсінгенін айтыңыздар. Итак, слушаем стихотворение Әбділда Тәжібаева «Сырдария». Білем сені, сүйем сені, сырдың суы қарт анам. Сенсің мені әлдилеген туған сенен мен балам. Сүйсе Гейне анам десе, сүйген суы Рейнесін, сырдың суы туған олда өз ақынын Гейнесін. Жазса Тараз Днепрді, жазса Пушкин Еділді, неге маған жырламасқа сырда туған елімді? Ел анасы, менің анам,
Сырдың сұлу өзені, қуан ана ақыныңның келді жырлар кезегі. Келдім бүгін, көрдім сені, сүйсе міне маңдайым, құшағында отырмын мен, көріп көзбен ел жайын. Жасарыпсың қадірлана, ақ түспепті шашыңа, қарт Днепр ескі достың, көремсің айбатын. Электрі мың моторлы асқан алып қайратын, сенде маған жаным ана Днепрдей жарық бер. Қол жетпеген көк жұлдызын құшағыма алып бер. Сол кезде де жаным ана өзің менен тең болам. Сырда туған сырдың ұлы, жаңа гені мен болам. В стихотворении «Сырдарья» Абильда Тажибаев обращается к родной Сырдарье, называя ее своей матерью, которую любит самой горячей сыновьей любовью. Енді өлең мәтініне қарай мына сөздерді мағынасына қарай сәйкестендірер. То есть мы с вами прочитали стихотворение, а теперь сопоставьте вот эти слова по их значению, по данному тексту стихотворения. Орындап болсаңыздар, өздеріңіз тексеріңіздер. Келесі 6-шы тапсырмада кім қай өзен туралы жырлады? Мәтінді пайдаланып, сәйкестендіріп, содан кейін сөйлем құраңдар. А теперь кто о какой реке воспевал? Используйте текст и сопоставьте. А затем составьте предложение. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Жетінші тапсырмада берілген сөздердің антонимын айтып сөйлем құраңдар. Подберите антонимы к данным словам, а затем составьте предложение. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Сегізінші тапсырмада қате жазылған сөздерді тауып, себебін дәлелдеп түсіндіріңдер. Найдите слова с ошибками, а затем объясните. Тексеріңіздер. Тоғызыншы тапсырмада көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо точек ставьте нужные ключевые слова, которые даны у вас ниже. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі айтылым тапсырмасында бұл рөлдік ойын. Бір оқушыны география пәнінің мұғалімі етіп сайлаңдар. Ол Қазақстанның географиялық картасын пайдаланып, сендердің теңіз, көл, өзендер туралы не білетіндеріңді сұрасын. Дұрыс әрі тез жауап берген бала жеңімпаз атанады. Перед вами ролевая игра. Выберите одного ученика, который будет вашим учителем географии. Пусть он спросит вас, что вы знаете о морях, озерах, реках, используя географическую карту Казахстана. Ну, естественно, ученик, который ответил правильно и быстро, становится победителем. Алдарыңызда жауап үлгілері. Перед вами образцы ответов. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.